Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Менің жасым 25-те. Тағдыр туғаннан мені аямаған. Анам оң босағада отырып 16 жасында маған жүкті болып қалып, туғанша ішін байлап жүргендіктен іштен туа бітті мүгедек болып дүниеге келіппін. Бірақ әжемнің жігерінің мықтылығынан өзі жоқта тапсырып тастаған балалар үйінен тауып алып мені асырап алыпты. ДЦП, көз қабілетінің нашар көруі сияқты аурулардың бәрін шетелдерге қоймай жүріп емдетіп, өз еркімше сөйлей алатын, жүре алатын болдым. Қарым қабілетімде сау адамдардан кем емес, ақыл-ойым өте зерек. Біраз тілді жетік меңгеріп шықтым. Түрік, грек, әзірбайжан тілдерін өз ана тіліндей меңгердім. Енді ағылшын тілін үйренгім келген. Әңгіме міне менің осы тіл үйренгім келген тұстан басталды. Ол кезде мені осы дәрежеге жеткізген әжем қайтыс болып кеткен. Енді маған қайда барасың, не істеп жүрсің, қаттырақ қарап тәрбие беретін ешкім жоқ. Асырап алған әке-шешем кәрі кісілер болғандықтан жүріс-тұрысым еркін болатын. Одан қала берді, жасым 25-тегі ақыл тоқтатқан жігітпін. Бір күні ағылшын тілінен сабақ алмақ болып жеңгемнің үйіне бардым. Жеңгем оңаша отыр екен. Ауру қызы болса да, болмаса да ештеңе аңғармайды, сөйлей алмайды. Басында сабақ оқыған болып жүрдім. Кейін ана жеңгеммен қарым-қатынасым басқаша бағытта өрби бастады. Ағам ұзақ жолға жол жүріп кеткен. Кеткеніне де біраз болған еді. Ал жеңгем маған бір түрлі құпия жымиып басқаша қарай бастады. Сабаққа кешкісін адамдардың аяқ ізі басылғасын шақыратын болды. Күннің батқанын мен де сабырсыздана күтетін болдым. Өйткені жеңгемнің аңсарын қандыру, шөлін басу мен үшін басында қызық болған соң, ол ләззат тұңғиығына еріксіз тартатын болды да, есіл дертім жеңгем болып тұратын еді. Алғаш рет әйелдің аңсарының сұрапыл болатынын жеңешемнен сездім. Күнде күн батуын күтуге сабырым жетпей, сәл оңаша сәт болса жеңгеме жетіп баратын болдым. Сөйтіп жүргенде қуанышымыз ұзаққа бармады. Жолда жүрген ағам қайтып келіпті. Енді кездесу қиындай түсті. Бірақ амал айладан кім қашып құтылыпты? Бір күні күн ұзағына тауға шөп тере барған болып, жеңешемнің ыстық құшағында балқыдым. Жасы анам қатарлас болса да төсекке келгенде тойымсыз жеңгемнің құмарын қандырамын деп ертесі тұяқ серпей ұйықтаппын. Одан соң сылтау табылды. Емшіге барамыз деп оңаша кетеміз. Ол емші түнде қабылдайды деген сылтау. Бізге емші емес құмарымызды қандыру керек болды. Бар ойымыз сол болатын. Оңаша қалсақ болды, сүлікше жабысып сағынып қаламыз. Жеңгеме есім кеткені сонша оның 50-ден асқан әйел екеніден білінбейтін. Сылтау табыла береді оңаша кездескін келсе. Бір күні айран аламын деп барамын. Бір күні әкімшілікте кезекшілікте тұрғанда түнделетіп қайтуға қорқады деп алып қайтуға барғансып. Әйтеуір ебін тауып құмарымыздан шығып жүрдік. Сөйтіп жүріп ауру жұқтырып алыппыз. Екеуміз де дәрігерге барып қаралуға тура келді. Әжемнің жыл садақасы күні біздің үйдегілер сонда кетті. Мен жалғыз қалдым. Жеңешеммен оңаша қалуға қалай асықтым десейші. Сөйтсем көрші кішкене ауыратын жігіт бар еді. Келіп телевизордан футбол көріп кетпей отырып алды. Жеңешем келді. Енді ана жігітті қалай шығарып жіберудің амалын таппай отырмыз екеуміз. Бір кезде шыдамым таусылып, үйіңізге қайтыңыз, мен демаламын дедім. Жеңешем де кетіп бара жатқан кісі сыңайлы болып есікке беттеді. Міне осылай жеңешеммен қарым-қатынасым бұрынғыдан да нығая берді. Жас қыздарға қарағым да келмейді. Толық әйел көрсем аузымның суы ағатын болды. Бар нәрседен жеңешемді көретін болдым. Тіпті үйдегі мысықтың біреуін жеңешеме ұқсататын болдым. Сондықтан да жеңешемді көргендей болып, ол мысыққа жеңешеме айтатын жылы сөздерімді айтып отырғанымды өзімде байқамай қалатынмын.
Негізі менің руым да, қаным да кімнен екені белгісіз. Жеңешем емес қой деп кейде арым мазалағанда өзімді жұбатып қоямын. Үлкендердің айтуынша анам түрік пе, Әзірбайжан ба, әйтеуір басқа ұлттан жүкті болып мені туған екен. Мұны жазып отырған себебім Құдайдан жасырмағанды адамнан қалай жасырасың демекші. Біздің бұл жүрісіміз ешкімге білінбейді деп ойлаушы едім. Сөйтсем, байқап қойғандар бар екен. Бірақ дәлелі жоқ деп сенімді болдым да жеңешемді жағалауды жалғастырып жүре бердім. Бірақ бәр нәрсенің шегі болады ғой. Жеңешем қанша тартып тұрса да, одан бас тартуға дәрменсіз, әрі құлықсыз болсам да бас тартуға тура келетін сияқты. Болашақта өмірім қалай болады? Осылай жүре берсем, бір күні елге әшкере болсам не істеймін? Ақыл берсеңіздер. Ешкімге айта алмайтын құпиямды бөліскенім үшін айыпқа бұйырмаңыздар. Сіздерге айтып жеңілдеп ой бөліскім келді.